Бәріне сәлем, мен Жұмабай Әсем. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырып зайырлы мемлекеттегі, яғни Қазақстандағы діндарлық феномені. Қазақстан зайырлы мемлекет. Бұл дегеніміз мемлекетте нақты дін жоқ және мемлекет діннен бөлек. Оның ішінде діндарлық феномені дегеніміз қоғамдағы халықтың бір дінге сенуі және оны өз өмірінде қолдануы. Келесі видеода біз менің жұмысымдағы қонақтардың, достарымның және қала қонақтарының зайырлы мемлекеттегі діндарлық туралы ойын білетін боламыз. Bu bizim iş yerindeki Bülent abi. İlk soruyu ona soralım diyoruz. Bülent abi, sizin için din inanç mı, gelenek mi yoksa yaşam tarzı mı? Bence hepsi. Sebebi şu, her insanın bir inanç temeli vardır. Mutlaka bir dine inanır veya inanmaz. Bu inanç daha sonra o insanın hayatına yansır. Hayatında o inancını yaşamaya başlar. Ve bir süre sonra da toplumda aynı şeylere inanan insanların da bu konuyu benimsemesiyle bu bir gelenek haline gelir. O yüzden yani Sizin için yani hepsi. elbette din hepsi, yani hepsini kapsar. Yani önce insan inanır, daha sonra bunu yaşantısına yönlendirir, arkasından da diğer insanlarla beraber bu bir gelenek, yaşam tarzı gelenek haline gelir. Siz үшін зайырлы мемлекетте діннің орны қандай болу керек? Зайырлы мемлекетте діннің орны мемлекеттік деңгейде емес, яғни айтқан кезде өз орнымен діни адамдар, дінге сенетін адамдар өздері сену керек, бірақ ол мемлекеттік деңгейде болмау керек. Өйткені мемлекеттік деңгейде болатын болса, заңдар сәйкесінше солай жазылады. Мысалы, ислами мемлекет қылып қойса, исламның заңдарымен өмір сүру керек боламыз. Әйел мысалы құқықтар шектеледі деген сияқты. Ал біздің елде керісінше зайырлы мемлекет болғандықтан әр адамның құқығы тең. Әйел адам болсын, ер адам болсын. Зайырлы мемлекетте діннің орны төмен болғаны жақсырақ. Өйткені біз, если дін бойынша жүретін болсақ, 100-200 жылға артқа шегінуіміз мүмкін. Правильно ли, что религия и государство отделены? Да, но, к сожалению, по факту в Казахстане это немного по-другому обстоит. То, что религия очень сильное влияние оказывает на повседневный быт казахстанцев. Как вы думаете, почему? Потому что последние лет 10-15 очень сильное влияние ислама на повседневный быт казахстанцев. Это какие, типа, старшее поколение или молодежь? Молодое поколение. Вы так думаете? Да. Адамға дін не үшін керек деп ойлайсыз? 因为信仰宗教会让人的心态更平和一点。佛家有一句话叫做我们中国有一句话叫做但行好事，莫问前程。你多做一些善事的话，会对于你的个人未来的命运啊各方面，它都是一个积极正向的作用。我相信有一点叫做吸引力法则，上面有一句话叫做我想什么我就会得到什么。我如果多做一些善事的话，那我会对我的未来也是一个正向的引导。信仰会给每一个人在遇到一些不好的事情的时候，会让他们的心态更平和。Жастардың дінге қызығушылығы неге өсіп жатыр деп ойлайсыз? Менің ойымша қазіргі таңда жастардың қызығушылығы өсіп жатқанына оған әлеуметтік желілердің әсері бар. Себебі біздің қазіргі, яғни дін жағынан ұстаздар көбіне әлеуметтік желілерде өздерінің уағыздарын оқып жатады. Себебі олар неліктен әлеуметтік желіде оқиды? Қазіргі жастарға бейімделу бойынша, яғни олар көбіне әлеуметтік желіде отыратын болған соң, телефонда күні бойы деген секілді, олар өзінің уағыздарын әлеуметтік желілерде қойды. Әрине оны жастар көреді. Сол себепті де олар дұрыс жағынан пайдаланған бойынша олардың қызығушылығы артады. Ал кейбір жастар бар, дұрыс емес ағымға кетіп қалатын, әрине бұл жақта да қарастыруға болады. Аталған тақырыпты ең жақсы байланыстыра алатын философ ол Иммануил Кант дер едім. Себебі Канттың айтылған өзіндік идеясы бар. Ол моральды, адамның ішкі моральдық заңы бар деп айтқан. Және ол дінсіз де жақсы жұмыс істей алады деген. Бұл деген зайырлы қоғаммен біздің тақырыппен өте байланыс табады деп ойлаймын. Себебі зайырлы қоғамның басты философиялық ұстанымы адам дінсіз де моральды бола алады.
Тақырыпты архитектурамен байланыстыратын болсақ, Қазақстанның кез келген жеріндегі мешіттер мен шіркеулерді алуға болады. Себебі зайырлықпен байланыстыратын болсақ, бұл аталған мекемелерді қаланың қақ ортасына қойылмайды, белгіленген жерге барып соғылады. Ал қаланың орталық алаңдарына керісінше администрациялық мекемелер, қоғамдық мекемелерді орналастырады. Бұл деген зайырлық қоғамның әртүрліліктің бірге қатар өмір сүруін береді. Яғни бұл қаланың ішінде бір үйлесім тапқан зайырлы мемлекеттің көрінісі десе болады. Тақырыпты қорытындылай келе біздің ашқан жаңашылдық ол мораль мен дінді екі бөлек қарастыру. Себебі кезінде дін дегеніміз ол мораль, ішкі құндылық, ішкі тыныштық барлығын беретін болса, қазіргі таңда зайырлы мемлекет керісінше дінді адамды дінге үгіттемейді, дінге бағыттамайды. Керісінше бұл жерде екінші ашатын жаңашылдық еркіндік. Сену я да сенбеу адамның өз еркінде. Сол себепті тақырыпта ашылған жаңашылдықты осылай дер едім. Себебі зайырлы мемлекетте дін ешқашан міндеттелмейді, ол адамның өзінің ішкі моральды құндылығында. Яғни адам дінсіз де моральды бола алады, және дінсіз де ақылды шешімдерді жетік қабылдай ала алады дегенді білдіреді. Назарларыңызға рахмет. Не деп айтам? Бүгінгі біздің талқылайтын тақырып мен Жұмабай Әсемді бәріне сәлем. Туф! Зайырлы мемлекетте басқа жақты түсінеміз. Сен достойно өмір сүріп жатсың ба Қазақстанда?